Сәлеметсіздер ме? Сіздермен жүздескеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабағымызда Қытай тілін 5 минутта үйренеміздің. Біз адамдармен амандасуды, танысуды үйрендік. Енді олармен сөздің соңында қоштасуды үйренейік. Қоштасқан кезде біз «Зайжен» деп қоштасамыз. «Зайжен», яғни көріскенше. «Зайжен» деп қоштасқан болсаңыз, бұл сөздің мағынасы біз әлі кездесеміз, біз әлі көрісеміз деген мағынада сіз «Зайжен» дейсіз. Немесе келесі кездескенше болса «Ша-ци-джен», «Ша-ци-джен», келесі кездескенше. Келесі апта тағы да кездесетін болып қоштассаңыз «Ша-жоу-джен», «Ша-жоу-джен», келесі апта кездескенше. «Ша-жоу-джен». Келесі апта кездескенше болғаннан кейін біз аптаның күндерін үйренейік. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі сияқты. Қытай тілінде екі түрде айтуға болады. Бірі жоу-и, жоу-и, екіншісі шин-чи-и, шин-чи-и. Екеуі де дүйсенбі деген мағынаны береді. Сіз екеуін де әр уақытта қолдана берсеңіз болады. Сейсенбі болса жоу-ар, жоу-ар, немесе шин-чи-ар, шин-чи-ар. Сәрсенбі жоу-сан, жоу-сан, немесе шин-чи-сан, шин-чи-сан. Бейсенбі жоу-сы, жоу-сы, немесе шин-чи-сы, шин-чи-сы. Келесіміз бізде жұма. Жоу-у, жоу-у, шин-чи-у, шин-чи-у. Сенбі жоу-леу, жоу-леу, немесе шин-чи-леу, шин-чи-леу. Енді бізде жексенбі жоу-ры, жоу-ры, немесе шин-чи-ры, шин-чи-ры. Осы жерде көп бір нәрсені байқап тұрсаңыз, иероглифтар көп кездеседі. Бұлар сандар, біз келесі сабақтарда өтеміз. Алдындағы егер жеке сөзді қарайтын болсаңыз, бұл апта деген сөз. Жоу немесе шин-чи, ол да апта деген мағынаны білдіреді. Яғни жоу-и аптаның бірінші күні, аптаның бірі дүйсенбі. Жоу-ар аптаның екісі сейсенбі. Сол сияқты шин-чи-и аптаның бірі дүйсенбі, шин-чи-ар аптаның екісі сейсенбі. Бірақ біз аптаның 7-ші күніне келген кезде біз 7 деген санды қоспаймыз. Бұл жерде сәл ерекшелеу болады. Және қоштасқан кезде тағы да бір сөздер бар, ағылшын тіліне ұқсайтын. Бай-бай, бай-бай, яғни сау бол. Бай-бай. Немесе сіз көп адамдардың ішінен бірінші болып сол жерден кететін болсаңыз, онда сіз шен-зоулы деп айтсаңыз болады. Шен-зоулы, яғни мен кеттім, сау болыңдар, қош болыңдар. Шен-зоулы. Ал сол қоштасқан адам шен-зоулы дегеннен кейін, отырып сол жерде қалған адамдар мән-зоу деп оған өзінің ниетін білдіреді. Яғни сақ жүр. Мән-зоу. Мән-зоу. Немесе бау-жон. Бау-жон. Яғни аман бол. Бау-жон. Енді біраз мысалдар келтірейік. Дәулет, зайжен. Дәулет, сау бол. Немесе дәулет, ша-ци-джен. Келесі кездескенше дәулет. Немесе егер аптаның күндерін осыларға қосып көрейік. Қалай болады деген? Мысалы, ша-жоу-и-джен. Яғни ша деген келесі, жоу-и деген дүйсенбі, джен деген кездескенше, кездесу. Сонда келесі, дүйсенбі, кездескенше. Бұл жердегі цы деген сөз, ол рет. Бір рет, екі рет дегендегі рет. Мысалы, ша-жоу-джен, бұл келесі апта кездескенше, тікелей аударылады. Бұл жерде де ша-ци-джен, келесі рет кездескенше. Сол сияқты, мысалы, қоштасып, бір-бірімізге амандылық тілесек, дәулет, зайжен, дәулет, сау бол, мен оған айта аламын. Мысалы, аманжол, мән-зоу, аманжол, сақ жүр,
жолда абай бол.